тарихтағы ең бай адам. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып, бізбен серіктес бол. Тарихта бай адамдар көп болған, соның бірі Мұса алейхиссаламның заманында өмір сүрген, сол кісінің қауымынан болған Қарун деген кісі. Оны Мұса алейхиссаламның бауыры Харунмен шатастыруға болмайды. Бұл кісі Қарун. Қазіргі заманда қанша жерден мұнайды иеленсең де, жаңа технологиямен Илон Масктар сияқты байысаң да, ары кетсе Forbes журналына ең бай адам болып кіресің. Ал Қарун Құран кітабына ең бай адам болып кірген. Forbes-тың тізімі өзгеріп тұрады, ал Құранның тізімі ешқашан өзгермейді. Алла тағала Қарунның байлығын Құранда былай сипаттапты. Оның байлықтары жиналған қазынасының кілттерінің өзін бір топ мықты жігіттер әрең көтеретін дейді. Ойлаңызшы, не деген байлық? Оның енді байлығы қазынасы өте көп болған екен. Бірақ Қарун өкінішке орай садақа, зекет, бір қайырымдылық жасайтын адамдардан болмапты. Ол өте тәкаппар, жай ғана байлығын үйіп төгіп жинай беретін адам болған ғой. Сондықтан да жаңағыдай үлкен байлық жиналып қалған екен. Жанашыр қауым Қарунға кеп: Қарун, Алла саған үлкен байлық берді. Осы байлық арқылы ақыреттің байлығына қол жеткізсеңші дейді. Енді садақа беріп, зекет беріп, сауап жинап, ақыреттің қамын жазсайшы дейді ғой. Алла тағала тәкаппарлығын ұнатпайды ғой, Қарун, деп қауымы қайта-қайта ескерту жасайды. Қарун одан әрі тәкаппарланып, қырсығып: мен не үшін адамдарға бөліп беруім керек? Мен не үшін садақа жасауым керек? Бұған мен өз біліммен жеттім ғой дейді. Сөйтіп қауымының сөзі тиіп кетсе керек, Қарун үлкен парад жасайды. Ең әдемі, қымбат киімдерін, примерно бір норковый шубаларын киіп, алтындарын қолына тағып, білезіктерін тағып, мойнына цепчиксін асып алып деген сияқты бүкіл қазынасының кілттерін, алтындарын жинап, өзінің қызметшілерімен көшемен жүріп өтіп парад жасайды. Бүкіл халық таң қалып, қызығып, біреулер күліп қарайды, біреулер сынап қарайды. Арасында иман әлсіздеу болғандар: мә, Қарунға берілген байлық бізге де берілгенде ғой. Расында ол үлкен нығметке қол жеткізгендерден. Ал жүрегіне иман орнатқандар: Алланың алдындағы байлық иман келтіргендер үшін, салиқалы ізгі амалдар жасағандар үшін мынадан қайырлырақ қой. Ал оған сабырлы болғандар жетеді. Сөйтіп Қарынбай, енді қазақ ауыз әдебиетінде де ол оқиға бар. Ол жерде Қарун деп емес, Қарынбай деп келеді. Кидірді да біздікілер енді Қыдыр дейді ғой. Ол сияқты қазақша айтқанда Қарынбай одан әрі мақтануын тоқтатпай масаттана береді. Алла тағала Құранда айтады: сонда Қарун білмеді ме? Бұған дейін одан да байырақ, одан да мықтырақ, одан да дәулеттірек адамдар болған. Және біз осындай қылықтар үшін оларды опат етіп жергенімізді білмейді ме дейді. Қарун білмеді ме, тәкаппарланды ма, әйтеуір мақтануын тоқтатпайды. Сөйтіп күндердің бір күні Алладан үлкен жаза келеді. Қарынбайды жер жұтты деген қазақ ауыз әдебиетіндегі оқиға бар. Шынында Құранда да келеді. Қарунның үйі миллиметрмен заборынан сыртқа қарай шықпай жерге жұтылып кетеді. Жердің астына опырылып түсіп кетеді. Бүкіл байлығымен, бүкіл дүниесімен бірге Қарун бір сәтте жоқ болады. Оған ешкім көмек бере алмады. Өз-өзіне көмек бере алмады. Оның үйі, дүние байлығы қабіріне айналды. Өмірде Алладан басқа көмек беретін ешкім жоқ қой. Қарун оны түсінген жоқ. Және осындай үлкен жазаға душар болды. Сонда парад кезінде үлкен нығмет берілді ғой деп тұрғандар: Аллаға шүкір, Алла өз адамға қаншалықты керек, соншалықты ризық береді екен ғой. Егер бізге бір артық дүние беріліп, Алла бізді сақтап қалмаған болса, осы Қарун сияқты жерге жұтылып кететін еді ғой дейді. Қараңыздаршы, бұл оқиғада үлкен ғибрат бар. Қазіргі
кәсіпкер байларға да және байлыққа қол жеткізгісі келетін қыз қатындарға да үлкен ғибрат бар. Сен бай болдың ба, Алла тағала саған оны жайдан жай беріп жатқан жоқ. Алла тағала саған сынақ ретінде не істер екен деп беріп тұр да. Қараңызшы, Қарун, мен оған өз білім арқылы жеттім деді. Өмірде неше түрлі білімділер бар, байлығы жоқ. Біліктілер бар, тірлігі жоқ. Білімі жоқ байлар да бар. Байлыққа қалай қол жеткіздіңіз десе, өзі де білмейді. Енді Құдай берді ғой, Аллаға шүкір деп жүр да. Сондықтан бауырлар, қазақ атамызда жақсылық келсе тасып кетпе, жамандық келсе жасып кетпе деп жақсы айтқан ғой. Осы Құрандағы оқиғаға тура сай келетін әңгіме. Жақсылық келсе тасып кетпе, садақа бер. Құдайдың берген жақсылығымен бөліс. Ал жамандық келді ма? Әлде жаңағы Қарынбайға берілген байлық берілмеді ме? Біреудің дүниесіне қызықпа. Оған ол дүние ертең жамандық алып келуі мүмкін. Қарынбайдың оқиғасын Алла ақыретке дейінгі байлар үшін, бай болғысы келетін адамдар үшін үлгі ретінде Құранның Қасас сүресінде баяндаған. Бай болғысы келетін жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.